Астанада емес, бір Астананың шетінде тұратын сияқтымыз да. Жаңа аудан құру үшін немесе біздің Есіл ауданын екіге бөлу үшін өзінің талаптары бар. Люди устали от бесконечных интриг вокруг озера Малый Талдыколь. Не могу ответить, что фламинго были завезены или нет. Мы ходим по грязи. Невозможно пройти ни тротуаров, ни в ту сторону, получается. Есть еще проблема роста несанкционированных свалок со строительным мусором. Мы не можем возле каждой школы ставить светофор с пешеходным переходом. Мы должны уже отходить от установок теплых остановок. Жалпы жұрттың ұйқысын ұрлауды қашан қоясыздар? Берік Оралұлы, қош келдіңіз. Ел және Орда YouTube арнасына арнайы сұхбат беруге келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жалпы мына Қазақстанда 183 аудан бар екен. Соның ішінде Есіл ауданы Қазақстан бойынша ең басты аудан деп атауға болады. Себебі бұл жерде Ақорда орналасқан, заң шығарушы орган, үкімет орналасқан. Сондықтан бұл жерді Қазақстанның ең басты ауданы деп атасақ қате болмайды. Ел үшін қоғамға маңызды, әр адамның өміріне әсер ететін маңызды шешімдер осы жерде қабылданады. Сондықтан біз ойлаймыз, осы сұхбатымыз біз үшін де, сіз үшін де, жалпы ел тұрғындары үшін де маңызды болады деп. Берік Оралович, наше интервью сегодня по большей части будет основано на вопросах, жалобах жителей. Поэтому мы бы хотели максимально получить ответы на все заданные вопросы. Осы жерге әкім болғаныңызға біраз уақыт болды ғой енді. Тұрғындардың сізге үйренетін, сіздің тұрғындарға үйреніп қалатындай бір уақыт болды. Жалпы өзіңіз қаншалықты жиі кездесесіз тұрғындармен? Аудан әкімінің жұмысы, қызметі, халықтың үнін тыңдау білу, кездесу білу. Сондықтан да бізде енді ол кездесулер бірнеше форматта өтіп жатады. Ол біріншіден біз жыл сайын халық алдында есеп береміз. Екіншісі ол жаңағы жүйелі арқылы кездесіп жатамыз. Үшінші, мына ауданды бақылау үшін біз секторларға бөліп тастағанбыз. Ол күнделікті секторларда аралап жүргенде ол күнделікті халықпен кездесіп сұхбаттасып отырамыз. Тағы да мынау Нұр Отан партиясы жанында біз ашық есік бағдарламасы бар. Сол жұмасына немесе айына бір рет біз тағы да кездесіп отырамыз. Ең бастысы ол жұма сайын бейсенбі күні біз мен жеке қабылдауым бар. Сондықтан да әр Есіл аудан тұрғыны жазалады. Сондықтан да біз олармен онлайн түрде, офлайн түрде кездесіп отырамыз. Көбіне қандай шағымдарды айтады тұрғындар? Бір жылда салыстырсақ, осы күнде 320 мың халқымыз бар. Былтыр 50 мың халыққа аз болған. Сонда бір жылда бізде 50 мың 60 мыңға дейін халық қосылып отыр. Әрине оларда сұрақтар болады. Ол енді көбінесе жаңа коммуналдық түрде, инфраструктура жөнінде, абаттандыру жөнінде, жаңағы социалдық сұрақтар бар. Сондықтан да негізі ол күнделікті шаруалармен күнделікті жұмыстарымыз жасап отырамыз. Берік Оралович, Есинский район относится к самой фешенебельной части города. А какие социальные проблемы ему присущи? Я бы, наверное, сказал по-другому. Наряду с фешенебельным районом он, наверное, является в первую очередь, конечно, деловым и административным центром. Деловым центром столицы, административным центром, может быть, всего Казахстана. Вот буквально эта история, все случилось на наших глазах. Буквально нашему району 13 лет истории. Буквально я здесь вырос. Я знаю, вот на левом берегу это было чистое поле, где сейчас Ақорда. Там была школа ДОСАВ, садились самолеты, прыгали парашютисты. Это было чистое поле. И эта история случилась на наших глазах буквально за 20 лет. Здесь вырос современный, по меркам мировым стандартам район. Я уже до этого говорил, что с момента образования наш район количество населения выросло в 5 раз. Если по городу вот на сегодняшний день у нас план стоит 3,2 миллиона квадратных метров жилья вводить, то большая часть, длинная часть будет вводиться в нашем районе. Вопросы, которые возникают, конечно, это так же, как и везде, это вопросы социального характера, где-то касающиеся образования, касающиеся жилья, касающиеся досуговых вопросов. В целом, текущие вопросы, они, конечно, каждый раз задаются, мы пытаемся
решать эти вопросы. В целом, вот такая история. Сізбен сұхбат болады дегенді естіп, біздің Қанат есімді Есіл ауданының тұрғыны бізге хат жазып жіберіпті. Мешіттен шығып келе жатсам, жарық болмай құладым. Қаланың орталығы жарқырап тұр. Шұбар ықшам ауданы да қаланың қақ ортасында орналасқан ғой, неге автобус келетін аялдамалар жоқ, неге жарық жоқ дейді. Көшелері неге сондай тар дейді. Бұл азаматқа енді не деп айтсақ болады, жарық қашан келеді екен? Жарықтандыру туралы айтатын болсақ, біздің аудан бойынша 23 мың жарық нүктелері бар. Оның 90%-ы бүгінгі күні LED шамдармен жабылып қалған. Шұбар шағын ауданына келетін болсақ, ол жерде 44 көше бар. Енді ол жерде білетін адамдар, ол енді ескі қаладан қалған аудан ғой. Сондықтан да негізі биыл ғана жыл басынан ол жерде Оңдасын көшесі, Космонавтар көшесі, Арай көшесі, мынау мешіт тұрған Арай көшесі, ол жердің шамдары негізі ауыстырылған. Қазіргі таңда ондай сұрақтар болуға тиісті емес. Мен оны тексеріп көрейін, бірақ негізі ол сұрақтар шешілген. Мен өйткені жақында ғана болдым ол жерде. Вот я гуляю по району, когда часто трачу много времени на поиски мусорных урн. И я как ответственный гражданин, я упорно ищу, но не у всех может хватить терпения на поиски. Почему так мало мусорных урн в районе? Я не знаю, в каком месте вы гуляли, прогуливались, но в целом есть стандарты по благоустройству района, где учитывается, на каком расстоянии и где должны находиться урны. Поэтому в целом мы эти стандарты соблюдаем. Они должны быть, но здесь, если возьмем мировую практику, например, в Японии, если вы будете, вы ни одну урну не найдете. Где-то мы, может быть, уже должны отходить от этого, потому что это касается культуры каждого гражданина. Свой мусор я должен носить с собой. Конечно, мы эти услуги предоставляем. У нас есть ежегодно, мы новые ставим, меняем старые. В целом, эта работа есть, и я думаю, где-то, наверное, не уточните, где вы прогуливаетесь. Ну вот, например, просто не я одна вообще заметила, что количество урн, оно либо уменьшилось, либо в принципе не так много было урн, либо часто встречаются урны, которые разбиты или еще что-то. Вот как эта работа прослеживается? Я еще раз говорю, у нас район поделен на сектора, у каждого сектора есть как контролирующий инспектор, так и обслуживающая подрядная организация. Поэтому им вменяется в обязанность, чтобы следили и обслуживали эти урны. Поэтому в целом, где большое скопление людей, где променадная зона, набережная, центр города, я думаю, там таких проблем нету. Возможно, есть улицы где-то, которые у нас есть одна большая проблема. У нас не все улицы и районы переданы на баланс района. Поэтому, возможно, где-то, наверное, еще не закончено строительство, поэтому просто не установили еще. Я думаю, вы мне более точно скажете, мы с этим делом разберемся. Белик Уралович, мы прибыли во двор по улице Айтматова, 36. С какой проблемой жители этого района, этих домов к вам обратились? Это вообще микрорайон Жағалау 3. Здесь проблемные дольщики были. Это проблемное строительство, так называемые объекты Котлярова. Кстати, он сейчас отбывает наказание. Здесь у нас находится 16 жилых комплексов. 2373 квартиры, 7300 жителей. Дома были сданы со многими нарушениями, поэтому отсутствие дворов, отсутствие коммуникации, отделочные работы, лифты не работали. Поэтому круглый дом, он в народе называется. Мы восстановлением и ремонтом занялись в прошлом году. Двор был восстановлен в прошлом году и благоустроен. В этом году, в июне месяце, жители остальных жилых комплексов, 16 жилых комплексов, были на приеме у акима города. Алтай Сидорович дал указания, и мы принялись по благоустройству дворов. На сегодняшний день мы благоустроили 16 дворов, построили 16 игровых площадок, 12 спортивных площадок, воркаут-площадок, 6 футбольно-теннисных площадок. В общем, на сегодняшний день адаптировали максимально двор. Вот тут еще вот какие-то работы продолжаются. Что за работы ведутся? Да, у нас сейчас, здесь мы хотим сейчас построить место для выгула домашних животных, потому что сейчас, понятное дело, у нас есть определенные правила по содержанию животных, поэтому с учетом современных реалий в проект мы включили площадку для выгула домашних животных. Өзіңіз жаңада айтып кеттіңіз сұхбатымыздың басында
халық саны уақыт өткен сайын көбейіп жатыр деп. Халық айтса, халық айтпайды деген сөз бар ғой жалпы. Мына Есіл ауданы екіге бөлініп, жартысы Нұра ауданы болады деген сыбыс тарапты. Соған бір Есіл ауданының тұрғыны бізде Айбек есімді азамат өзінің алаңдаушылығын білдіріпті. Біздің әкіміміз Нұра ауданына кетіп қалмай ма деген. Ондай қазір жоспар жоқ. Негізі жаңа аудан құру үшін немесе біздің Есіл ауданы оны екіге бөлу үшін өзінің талаптары бар. Ол талаптар жаңағы халықтың саны. Сондықтан да 120 мың халық қазіргі таңда ол тек қана бір ауданның халқы. Мен алдында айтып өттім, бізде 39 мың гектар жеріміз бар. Негізі Нұр-Сұлтанның ең үлкен аумағы біздің Есіл ауданы. Ол кісінің енді жұмыс сұрағы орынды шығар, ол әрине бізде оны бақылап ұстау үшін қиындау. Сондықтан да біз жүйелі сұрақтарға көшіп жатамыз. Өйткені жаңа бізде сергек бар, 1200-дей бізде камера бар, 500 камера алаңдарда бар. Сол камералармен бәрі жүйелі түрде біз жұмыс жасаймыз, жаңа бақылау үшін, қарау үшін. Берик Куралович, люди устали от бесконечных интриг вокруг озера Малый Талдыколь. В обществе говорят, что здесь пересеклись интересы двух крупных строительных компаний. Есть мнение, что фламинго были завезены, а многочисленные посты блогеров были проплачены. Не мешает ли нормальной работе акимата вот эта искусственно раздутая проблема, которая может перерасти в социальную напряженность? Конечно, эту проблему я очень внимательно отслеживаю. Есть проблема в этом. Если мы в экскурс войдем, я вам даже скажу, вот здесь сейчас Хан-Шатыр, это тоже было там озеро, небольшое озеро. Более того, я сам был свидетелем того, что в 90-х годах там охотились. Поэтому время идет, столица развивается. Конечно, по Малому Талдыколю вопросы есть. Я не думаю, что это вопрос такой, имеет системный характер. Тем более, принципиально в генеральном плане застройки столицы водная гладь Малого Талдыколя, он остается. Поэтому я не знаю, почему вокруг этого вопроса такой ажиотаж стоит. Не могу ответить, что фламинго были завезены или нет, потому что мы сами, выезжая в Кургальджино, чтобы посмотреть на фламинго, не можем приблизиться ближе 1,5 километра, потому что невозможно, они не подпускают себе. Я сам ездил, смотрел с 15 метров на фламинги, это выводки этого года, понятно. Поэтому не могу сказать, их привозили или нет. Но с активистами я сам встречался, объясняли, разъясняли, чем это мотивировано, тоже не могу сказать. Но в целом, принципиально, Малый Талдыколь, водная гладь Малого Талдыколя, он остается, он будет. Конечно, может быть, не в таких масштабах, какой сейчас, потому что он сейчас, на данный, я думаю, если дальше так будет продолжаться, Малый Талдыколь вообще он высохнет естественным путем. Поэтому, если даже там водная гладь какая-то будет оставаться, то там, скорее всего, нужно будет предусмотреть искусственную подпитку. Бізде көпір құрылысы басталайын деп жатыр ғой. Тәуелсіздік көшесі мен Ұлы Дала көшелерін бір-біріне жалғайтын. Осыған қатысты біздің Мұрат есімді азамат өзінің хатын жіберген екен. Таңертең дейді, Новоситиден анау пирамида, бейбітшілік және келісім сарайының жұмысқа келу үшін таңертең 50-40 минут жаңағыдай ерте тұруыма тура келеді дейді. Мемлекет менің ұйқымды ұрлады дейді. Жалпы жұрттың ұйқысын ұрлауды қисын қоясыздар. Онда мен Мұратқа айтарым, шыдаса күзден осы жылдың аяғынан бастап ұйқысы ұзарады, өйткені біз ол көпірді жылдың аяғында ашамыз. Сондықтан да жаңа тәуелсіздік жолымен негізі ол пирамидаға тезірек баратын ашылады негізі жол. Сондықтан да Мұратқа айтарым, жыл аяғында ұйқысы қанады. Вот вы вначале говорили о том, что строится много миллионов квадратных метров жилья. Есильский район, он считается самый быстро растущий из всех районов города. Сколько в этом году было построено квадратных метров жилья? Ну, точно я сейчас цифру не скажу. Я говорил, что у нас по плану в этом году рекордный количество, планируется рекордное количество ввода жилья. Это более 3 миллионов, а точнее 3 миллиона 200 тысяч. И основная масса, процентов, наверное, 70, это будет ввод жилья в нашем районе. На сегодняшний день у нас в районе более 8 миллионов квадратных метров жилья, 784 многоквартирных жилых комплекса. Вот ровно в прошлом году, в октябре, в это время у нас было ровно на 100
многоквартирных жилых комплексов меньше. Ну вот вы говорите, рекордное количество жилья построено, но при этом ведь есть еще проблема роста несанкционированных свалок со строительным мусором в связи с увеличением количества жилья. Как вот таким отбориться с этой проблемой? Это и есть проблема. Мы в погоне за показателем Doing Business сократили количество проверок. С этим я абсолютно не согласен. Я считаю, что все, что связано с жизнью, деятельностью, здоровьем человека, оно должно, может быть, по крайней мере, жестче контролироваться. Мы ежегодно делаем космический контроль территории нашего района. В этом году мы выявили 13 основных точек скопления мусора. Это около 60 тысяч кубических метров. Это, в среднем это почти 100 тысяч тонн мусора. На сегодняшний день, вот с мая месяца, на сегодняшний день мы успели вывести 44 тысячи тонн мусора. В любом случае, половина еще есть, она лежит, но более того, мы успеваем с одной стороны вывозить, а, к сожалению, строительная организация с другой стороны успевает завозить. Вот я для сравнения, чтобы для статистики вы понимали, у нас в городе зарегистрировано около 100 клининговых компаний, которые предоставляют услуги строительным организациям по вывозу мусора. Я брал статистику в полигоне, четверть у них контракты на вывоз около 100 тысяч тонн. В полигон завезли ровно четверть от всего объема. Значит, остальные 75 тысяч, вот которые как раз таки мы выявили космическим мониторингом, как раз таки они и вывезли. Здесь нужно системно решать эти вопросы. Поэтому наше предложение мы дали, и городскому руководству, наше городское руководство поддержало. Это вопрос изменения правил по вывозу и по утилизации отходов. Хан Шатырдың маңындағы үйлер сносқа кететін жоспар бар ма сол туралы? Ол енді Хан Шатырдың жанындағы ескі үйлер, ертеден келе жатқан үйлер ғой. Негізі ол жерге қазір инвесторлар кіріп жатыр. Менің ойымша ол жерде енді көрсеңіздер, жаңағы зеленый квартал дейді, арты бар, ар жағынан Омаров көшесінен құрылыс келе жатыр. Сондықтан менің ойымша осы 1-2 жылдың ішінде ол инвесторлар ол үйлерді сатып алады. Сатып алады, сосын Сатып алады, ол жерде құрылыс болады үлкен. Вот Есильский акимат во время пандемии первым ввел традицию регистрации браков на свежем воздухе. Прижилась эта традиция в районе? Да, это была наша общая идея с коллегами. Мы посчитали, вот за время пандемии, когда был жесткий локдаун, здесь надо понимать, что жизнь продолжается. Поэтому и это даже отрадно было, что в такой тяжелый момент многие наши молодые люди, и не только молодые, решили связать себя узами брака. Поэтому мы поддержали их в плане того, потому что мы понимали, что мы ограничили им, не только мы, ситуация ограничила их в праздновании такого торжественного дня. Поэтому как-то украсить этот день мы с коллегами решили на свежем воздухе их регистрировать. Многим очень понравилось. В целом за год у нас мы зарегистрировали более 3000 пар. Мы здесь применяем не только на свежем воздухе, мы, чтобы эта знаменательная дата у них оставалась в памяти, договаривались с Экспоцентр, тоже регистрацию там проводили. Буквально недавно совместно с Министерством информации и общественного развития регистрацию пар провели у нас в Байтерике. Поэтому эта традиция, надеюсь, проживется, и самое главное, она поддерживается молодыми людьми. Былтыр елорда әкімдігі Астана тұрақ кеңістігі заңсыз орнатқан ақылы тұрақты төлемеуге болатынын айтып, тек Нұржол бульварындағы ақылы тұрақты төлеуге шақырған еді. Қазіргі таңда ауданда қанша ақылы тұрақ бар? Қазіргі таңда бізде ауданда 487 ақылы тұрақ бар, бірақ негізі ол енді барлық үлкен мегаполистардың сұрағы ғой. Ол жерде енді біз ақылы тұрақсыз ол жаңағы транспорттық кептеліс проблемасын шеше алмаймыз. Ол жерде енді қазіргі таңда біздің Нұр Сұлтанда 300 мыңнан астам көлік тіркелген. Күнде мына облыстардан келеді, сонда күнде 400 мыңға дейін көлік осы Нұр Сұлтанда жүреді. Ондай проблемалар болмау үшін біз негізі барлық орталық көшелерді ақылы тұрақтарды енгізуіміз керек.
Қайрат деген Есіл ауданының тұрғыны жазып жіберіпті. Аудандағы аялдамаларда, сонымен қатар жол бойындағы орындықтарда Wi-Fi белгісі мен телефон қуаттайтын розеткалар қойылғалы бірнеше жыл болды. Автобустарда солай. Бірақ сол интернетті қолданған, телефон зарядтаған ешкім жоқ. Неге жұмыс істемейді дейді солар? Проблема неде дейді? Негізі Wi-Fi мен жабдықталған орындықтардың саны бізде 101. Ол Нұрсұлтан қаламыздың, астанамыздың 20 жылдығына арналған басқа облыстардың сыйлықтары болатын. Жаңағы велодорожкамен бірге қосылып істелген шаруа ғой, сондықтан. Бірақ негізі ол енді күрделі сұрақ. Ол енді біздің тұрғындардың құқықтық және мәдени тәрбиесіне бағытталған. Көбінесе жаңағы вандализм бар, бұл жерде істеп тұрған шаруаларды олар жұлып тастап жұмыс істемей жатыр. Ол енді жоба 4 жыл болған жоба ғой. Негізі қазіргі тұрғындардың сұранысына ол Wi-Fi ол жерде керек емес. Қазіргі таңда номер 1 автопаркта эксперимент түрде автобустарда жаңағы Wi-Fi енгізілді. Сондықтан да ондай сұрақ негізі менің ойымша қазір қойылуға тиіс. Вот вопросы благоустройства, озеленения, освещения центральной части района никогда не сходят с повестки дня. А как обстоят дела с обустройством жилых массивов? Вот, например, жительница Тельмана Елена жалуется, что на дорогах ямы. Елену я очень хорошо знаю, она наш активный житель. Как раз таки по инициативе ее и жителей в этом году Управление автомобильного транспорта и автодорог была построена новая дорога, как раз отремонтирована основная улица Мугалжар. Там, да, сейчас вопросы есть по тротуару. Я думаю, этот вопрос мы сейчас на контроль возьмем. Но в целом Тельмана на сегодняшний день у нас с повестки дня не снимается. По просьбе жителей в прошлом году мы там установили теплую остановку. Самрұқ-Қазына нам профинансировала, и мы построили там спортивную и детскую площадку. В целом на сегодняшний день Тельмана у нас на особом контроле. Біздің келесі сұрақ тұрғындардан түскен екен. Бөкейхан 18 тұрғын үйіндегі жағдайға байланысты. Осыған біздер арнайы түсірілім тобы барғанбыз. Бөкейхан 18 үйдің тұрғынымыз. Үйде тұрып атқанымызға 2 жыл болды. Енді біраз мәселелер пайда болған, әлі де шешілген жоқ. Біз оған дейін де әкімдікке де, жаңағы Айкомек арқылы да бірнеше рет жолдаулар жасадық, бірақ шешілмей жатыр. Мәңгілік елге өтетін жол жоқ бізде. Жақында 1 ай бұрын ғана мына жерден тесік жасап қойған, сол арқылы ғана өтіп жүрміз. Ол жермен енді коляскамен былай өте алмайды, машинамен мүлдем өте алмайды. Сосын мына жердегі бұрынғы құрылыстың орны біз әкімдікке де айтқанбыз, алыңыздар деп, әлі алынған жоқ. Әйнектен бір Астанада емес, бір Астананың шетінде тұратын сияқтымызды. Соны әкімдік шешіп берсе, сол мәселені. Одан кейін Бөкейхан көшесінде бізге өтетін жол жоқ, светофор жоқ, пешеход мынаны 1 ай бұрын ғана қойды. Онда да машиналар қатты жүреді бәрібір де. Балалар дүкенге баруға қорқады. Мына үйлердің барлығы бизнес-класс. Ну, каким-то образом мына жерге шинка, ана жерде металл қабылдайды. Сондай, білмеймін, ондай рұқсаттар бар ма, жоқ па, неге әкімдік оны қарамайды, мысалға да. Меніңше Астананың ортасында ондай темір қабылдау, жанында шинка жасау деген сияқты болмау керек. Болса да ол бір цивильно болу керек қой. Здесь должна быть аллея. Нам говорили, что здесь будет аллея. До сих пор ее нет. К Акиму мы обращались по поводу аллеи, когда она будет, и ответ был неоднозначен. И также требуем, получается, парковку, потому что машинам сейчас негде парковаться. Также у нас нет остановки. Вижу. К примеру, с ребенком ходим в садик, он у нас на Кирижи-Небека находится на пересечении. Мы никак не можем доехать. Либо такси, либо пешком, ну, либо машина. Машина как бы не у всех есть. И вот такие у нас проблемы. Бөкейхан көшесі 18 үйдің проблемалары маған белгілі. Тек қана кеше ғана Бекзат есімді ханым сол жерде тұрғыны менде жеке қабылдауымда болды. Ол негізі мердігер компаниялардың салғырт
жұмысынан байланысты болды. Ол жерде енді проекті болғандан олар жаңағы ауланы бәрісін дұрыстап жұмыс істеу керек еді. Бірақ енді қазіргі таңда ол жерде жаңағы сол абаттандыру жұмыстары керек болып жатыр. Қазіргі таңда біз жобалық сметалық құжаттарды дайындап жатырмыз. Негізі ендігі жылға біз мына жоспарға ол жерде абаттандырумен кіруге жоспарлап отырмыз. Ол жерде негізі жаңағы ауланы абаттандыру ғана сұрақтар емес, ол жерде тұрғындардан бізге келіп жатқан сұрақтардың бірі, ең бастысы, ол Бөкейхана көшесінің жалғасы. Керей Жәнібек пен Ұлы Даланың арасындағы жоспар бойынша жаңағы жол басқармасы ендігі жылға жоспарлап отыр. Біз оны қала басшылығының алдында сұрақ қойғанбыз. Мен білем, ол жерде шиномонтаж, тағы да бірнеше нысандар бар. Олар бәрісі негізі жол салынғанда олардың бәрі сақыланады. Сондықтан да жаңағы ол жерде тұрғындарға айтарым, ендігі жылы біз жоспарлап қойдық жол салу және жаңағы ауланы абаттандыру. С наступлением холодов люди просят устанавливать больше теплых остановок. Увеличится ли их количество в этом году? Ну, у нас в районе на сегодняшний день функционирует 40 теплых остановок. В этом году мы установили за счет средств инвесторов 2 остановки. До конца года еще Управление автомобильной дорог и транспорта собирается установить 5 теплых остановок. По теплым остановкам у меня немножко другое мнение. Вообще мы должны уже отходить от установок теплых остановок. Я сейчас поясню. Если сообщение общественного транспорта будет по графику установленному, то у человека, жителя, нет необходимости выходить и ждать транспорт. Он знает, например, там 25-й маршрут приезжает 15:20, он выходит там 15:18. За 2 минуты там необходимости стоять в теплой остановке нету. Поэтому здесь мы должны немножко решить проблему системного характера. Мы должны отрегулировать работу общественного транспорта. Соответственно, после этого у нас отпадет необходимость установки теплых остановок. Возможно, есть необходимость установки где-то там в пригороде или на выезде из города, но в центре города, я думаю, в будущем мы должны отходить от этого. А вот стоимость одной теплой остановки сколько составляет? Ну, разные теплые остановки есть. Есть с павильонами, есть от 10 до 20 миллионов. Примерно стоимость одной теплой остановки обходится. Но в большей степени мы сейчас здесь обращаемся к инвесторам. У нас параллельно, как и за бюджетные деньги, но в большей степени центральные все улицы мы обычно устанавливаем за счет инвесторов. Опыт больших мегаполисов показывает, что мы никогда не угонимся за личным автотранспортом. В плане того, что расширяя улицы, строя новые путепроводы, мы в любом случае придем к проблеме перенасыщения и транспортному коллапсу частного транспорта. Поэтому здесь нужно в первую очередь, конечно, упорядочить общественный транспорт. Это привлечет жителей, чтобы они пересаживались на общественный транспорт. Соответственно, мы эту работу должны проводить. Это вот внедрение паслейнов, там сейчас новые предложения есть, заходит на рынок, это каршеринги, тот же самокат, который летом был, электросамокаты, это тоже отчасти решает проблему передвижения пассажиров. Но самокаты и другие проблемы приносят. К примеру, коллапсы на дорогах, когда аварийные ситуации. Нет, я говорю, но мы должны все это мы от этого уже никуда не уйдем. Это и есть транспортное средство. Поэтому мы должны просто отрегулировать это все. Это на законодательной основе мы должны все это отрегулировать, она должна просто работать. Берік Оралұлы, бізде мына елорда тұрғындарының арасында бір қоғамдық дау тудырған бір мәселе болған еді. Бұл мына өзіңіз айтып кеткендей, фитнес орталықтардың салынуы жөнінде. Осындай табиғи паркте тұрғындар фитнес орталықтың салынуына өзінің алаңдаушылығын, қарсылығын білдіріпті. Осы жөнінде өзіңіз бір нүктесін қойсаңыз. Негізі енді бұл біздің ботаникалық бақ аумағы 92 гектар, ол 2-ге бөлінеді. Ортаңғысы жаңағы ғылыми оқу концепциясына арналған, ол жерде сондай аумақ, қалған сыртқы аумақ ол жаңағы спорттық сауықтыру
концепциясына жатады. Сондықтан да бұл жаңағы фитнес орталығы жаңағы спорттық сауықтыру концепциясына қайшы келмейді. Сондықтан да біздің ойымша ол салыну керек. Негізі жаңағы тұрғындарға оның бәрісін ескертіп айттық. Көбі оны бізді қолдады. Жоспар бойынша негізі бұл жерде 4 нысан болу керек. Жаңағы бір фитнес орталығы, 3 ресторан. Ол қазір 3 ресторан жоспардан алынып тастады, ол нысандар салынбайды. Сондықтан да мына негізі фитнес орталығы бұл жерге керек. Бұл енді қыс бойы, жаз бойы спортпен айналысқан кісілерге бұл жерде жылу, бұл жерде отырып ыстық шай ішеді. Бұл менің ойымша бұл нысан негізі керек. Астанада кәріз құдықтарының қақпасы ашық қалатын жағдайлар жиі кездесіп жатады. Мәселен, Есіл ауданы бойынша жыл басынан бері 1058 кәріз құдығының қақпасы ашық қалған екен. Соның 1052-сі жабылды. Жалпы осындай жағдайлар неге болады? Оны мүмкін пластикаға ауыстыру керек пе? Сұрағыңыз өте орынды. Өйткені бұл негізі күрделі сұрақтардың бірі. Біздің аудан бойынша 39 мың жаңа кәріз құдықтары бар. Оның барлығын біз пластикаға ауыстыра алмаймыз. Өйткені ол жерде жаңағы жол бетіндегі бар, ол жерде әрине жаңағы адамдар жүретін жерлерде салмағы аз басылатын жерлерде қоюға болатын шығар, қойып жатырмыз. Негізі жаңағы автокөлік жүретін жерлерде оны қоя алмаймыз. Сондықтан да бұл жерде енді ұрлық мәселесі. Бұл жерде күнделік жаңағы өзіңіз айттыңыз, 1000-нан астам жыл басынан бастап ол құдықтарды ұрлайды. Сондықтан да ол мәселемен біз күресіп жатырмыз. Бірақ енді ол проблема негізі қалып жатыр. Ол қақпақты алып жаңағы металл қабылдайтын жерге тапсырады. Сондықтан ол жерде жаңа күрделі түрде қарастыру керек. Сондықтан біз негізі өз көзқарасымызды жаңағы министерстволарға жібердік. Жаңағы металлды қай түрде, қандай металлды қабылдау керек, кімнен қабылдау керек. Мүмкін жаңағын айтып тұрмын, лицензия енгізу керек шығар. Өйткені жаңағы біздің қаламыздың сыртында екі үйдің біреуі металл қабылдайды. Әрине ол жерде жаңағы тек қана құдық емес, жаңағы мынау шарбақ болсын, жаңағы мынау басқа жиелі темірлер, дұрыс жатпаған темірлерді бәрісін алып, ұрлап, сол жерге тапсырады. К нам обратились с коллективной жалобой жители ЖК «Сапфир» по проспекту Мангелькелис 40А. По поводу двора, который разбит тяжелой техникой рядом строящихся ЖК «Ария» и ЖК «Курки». Жители пишут: во дворе ямы, из-за чего трудно заехать и выехать. Неоднократно обращались в акимат, звонили в Айкумек. Если акимат не может заасфальтировать наш двор, заставьте застройщика ЖК «Сапфир». Когда акимат поможет нам решить эту проблему? Да, я эту проблему знаю. Жители и непосредственно ко мне обращались, мы на место выезжали, смотрели, да, там идет сейчас стройка. Но сама въездная группа к жителям, она огорожена шлагбаумом, поэтому там такой проблемы нету. Подъездная дорога есть, но это, скорее всего, больше относится к качеству самого строительства этой дороги, наверное. Но в целом у нас есть гарантийное письмо от застройщика, что после окончания строительства он восстановит эту дорогу. Мы этот вопрос на контроль держим, так что я думаю, у жителей никаких сомнений и беспокойств по этому поводу не должно быть. Но в этом году не закончится строительство. Объект еще не сдан, поэтому смысла нет в этом году там делать новую дорогу. Возможно, мы зайдем туда текущим ремонтом, чтобы восстановить, но в целом эта работа, проблема решится после завершения строительства. Бізде Салтанат есімді Есіл ауданының тұрғыны жазып жіберген екен. Думан қонақ үйінің жанында жарықтар жұмыс істемейді. Түгелге жуығы сынған. Жарық жоқ болған жерде үй-жай жоқ бомждар мен наркомандар жиналып қалады дейді. Осыны өз қадағалауыңызға алсаңыз екен деп өтінішін жіберіпті. Салтанатқа айтарым, ол жерді мен білемін, ол негізі жаңағы орталық бақтың бір бөлігі, Дендробақ дейді. Ол жерді негізі біздің ойынша жаңағы сенімді басқаруға біз ол жерді беруіміз керек. Ол жерде инвестор кіріп, өзі сол жерде жұмыс жасап, ол жердің жаңағы шамын да, абаттандыруын да өз қолына алу керек. Өйткені біз жаңағы орталық бақ негізі жаңағы сондай принциппен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің ойымша негізі оның жақсылығы өте көп.
жақында қолға алынатын іс қой демек та. иә әрине біз жаңағы ол конкурсты процедура, оны біз қарастырып жатырмыз. Жаңағы мердігерлер кімге беретініміз, жаңағы өзіміздің условияларымызды айтамыз оларға. Сондықтан да ол негізі жақында шешілетін шығар. Пишет нам житель района Равиль Будуков. Когда решится вопрос с полным покрытием района стабильной сотовой связью 4G всеми операторами связи? Из-за радиофобии жителей и пассивного отношения операторов отсутствует сотовая связь, в частности по адресу проспект Улы-Дала 5/2. Этот адрес я знаю, да, даже сам проезжает по Кабамбы-Батыры, я вижу, что часто там сотовую связь не ловит. Не то, что не ловит, там, может быть, где-то какие-то погрешности. Поэтому здесь вопрос к самим жителям никакой. Вот практика показывает, что никаких вредных каких-то излучений от таких станций нету. Это и научно доказано, и не раз мы практиковали, показывали, я просто не знаю. Конечно, этот вопрос я сейчас на контроль возьму, с операторами будем разговаривать, чтобы как раз этот участок, чтобы покрытие было. Будем искать альтернативные пути решения этого вопроса. Какие, к примеру, альтернативные пути можно найти? Ну, наверное, будем ставить где-то станции, отдельные антенны, потому что у нас такая практика есть. Мы в жилом массиве Уркер в этом году установили 2 вышки для установки антенн операторов сотовой связи. Сауран көшесінде тұратын Айбек есімді азамат жолдың нашар екенін айтып, көлікпен жүргенде ыңғайсыз деп айтыпты. Бұл анау Керей, Жәнібек, бізде көшелер бар ғой, Алматы, Сығанақ көшелері осы Сауранмен қиылысқан кезде, көлікпен жүрген кезде сондай бір шұңқыр сияқты бір нәрсе бар деп, көлігіміз солай бұзылатын болды деп, сол қашан реттеледі депті. Сауран Сығанақ көшелерінде күнде жүріп жүрміз, сондықтан ол жерде автокөлік сынатындай жол сондай бұзылып жатқан жоқ. Бірақ ондай сұрақтар болса, әрине біз жаңағы автожолдар басқармасымен бірігіп ол жерде жұмыс жасаймыз. Жительница района Айнур пишет, что она не раз уже обращалась в акимат с этой проблемой. Возле 82-й школы Дарын по проспекту Улы-Дала нет пешеходного перехода. Школа стоит прямо напротив остановки. Ранее в акимате мне ответили, что расстояние между остановкой и светофором менее 500 метров. Получается, ребенок должен выйти из автобуса, 450 метров пройти до светофора, перейти дорогу и обратно идти назад до школы 600 метров. Горожанка считает, что там должен быть знак «Дети», либо лежачий полицейский, либо пешеходный переход. Что вы ответите на это? Не раз уже задавался этот вопрос по этому поводу. Мы специально отмерили. Это еще было в прошлом году, мне задавали, когда при отчетной встрече. От остановки до светофора пешеходный переход ровно 182 метра. 182 метра. Ради безопасности ребенка можно и пройти это расстояние. Здесь жители должны понимать, что мы не можем возле каждой школы ставить светофор с пешеходным переходом. Это у нас и так есть у нас проблемы с транспортным трафиком. А сейчас мы просто тогда, если у каждой школы, у каждого детского сада будем сейчас ставить светофоры с пешеходным переходом, то просто будет этот транспортный коллапс. То есть устанавливать там ничего не будет? Нет, устанавливать не будет. Я же говорю, что 182 метра это небольшое расстояние. Бізге Арнау тұрғын үйінің тұрғындары өздерінің хабарламасын жіберген екен. Біздің ауданда өзіңіз білетіндей бірнеше нысан бар. Арнау, Камал, Новосити, Саранда, Адал, Созвездие, Султан және тағы басқа тұрғын үйлер дейді. Неге мемлекеттік балабақша жоқ? Бәріміздің де балаларымыз бар ғой. Бізге сондай мемлекеттік балабақша керек, қашан салынады депті. Негізі бірнеше жыл болды, мемлекет қазір мемлекеттік балабақша салмайды. Өйткені біз оны бизнеске бергенбіз. Сондықтан да ол ауданда мен зерттеп қарайын. Біз жаңағы бизнеске, инвесторларға көрсетейік. Сондай мынандай көп қабатты үйлерде сондай сұраныс бар деп. Ол мен ойымша ол бизнеске өте тиімді да керек шаруа. Вопрос от многодетной мамы жилого массива Тельмана по улице Мугалжар. Рядом с Тельмана строится школа Бином School по улице 38-я. Подавала заявку, но пришел ответ, что наш микроучасток не относится к этой школе. Хотя 45-я школа в Заречном находится намного дальше. Для детей Тельмана эта новая школа была бы ближе. Почему нас туда не принимают? Дети жителей Тельмана учатся у нас в 75-й, 45-й школе, а в этом году до конца года будет введена школа
на пересечении или по улице Кири-Жанибек в жилом микрорайоне Саранда, так называемый. Поэтому проблема со школы детей поселка Тельмана, она снимется до конца года. И, Берик Уралович, уже ставший традиционным вопрос, жителем какого района являетесь вы? Я исторически жил в Саракинском районе, но вот с момента назначения я живу сейчас в своем районе, в районе Исиль. То есть уже 2 года. Да, будет. 2 года. Хорошо, спасибо. Берік Оралұлы арнайы уақыт бөліп ел және орда YouTube арнасына сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Амандықта жүздескенше. Рахмет сіздерге.